кейде бір шүкіріміз азайып қалып жатады. Кейде бір өзің іштен бір іштарлығың оянып кететін кездер болады. Шүкіршілік мен өзім тұсымда азаятын сәт ол ақшаның азайған кезі екен. Адами тұрғыдан қарым-қатынаста болсын, қателіктерді жіберетінмін. Ал енді осыған бір тосқауыл қою үшін не істеу керек? Үнемі шүкір етіп отыру. Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Тайыр Нұғман, инфопродюсермін, 2 кітаптың авторымын, сату ұят емес және сату өнері. Бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз ол шүкіршілік тақырыбы. Естіп жүрген шығарсыздар, біліп жүрген шығарсыздар, мүмкін өмірде қолданып та жүрген шығарсыздар. Бірақ осы бір өзімді осы жақында бір ойда ұстап алдым. Қанша айтамыз, қолданамыз, бақ дей тұрғанмен шын мәнінде кейде бір шүкіріміз азайып қалып жатады. Ол әр түсте әр түрлі болып келеді. Мысалы айтайық, менің енді үнемі өзім қолданатын нәрселердің бірі ол алдыларыңызда тұрған шүкіршілік дәптерім. Менде осындай дәптерлер өте көп, жазып жүрем. Әрбір сәтте есіме түсіп қалған кезде енді тұрақты болуға тырысам, бірақ енді үнемі қолымнан келе береді деп айта алмаймын. Не үшін? Өйткені мына күйбең тіршілік кейде бізді шүкіршілігімізді ұмыттырып жібереді. Күйбең тіршілік кейде біздің шүкіршіліктің негізгі арты қанағат қой. Қанағат етуіміз, тәубеге келуіміз. Өйткені қазір ақпарат өте көп заманда, мынау қазір елдің бәрі әртүрлі бір жетістіктермен бөлісіп жатқан кезде сенде бір кейде бәсекелес тауып аласың өзіңе. Жоқ жерден әлеуметтік желіде мүмкін сен оны танисың, танымайсың, тіпті кейде бір достарымызбен тайталасып кетеміз. Оны бір шын бейнесін өмірде айтпауымыз мүмкін, бірақ сырттай оның жеткен жетістігіне сен де жеткің келіп, кейде бір өзің іштен бір іштарлығың оянып кететін кездер болады. Білмеймін, бұны бір біз елдің барлығын айта бермейміз, бірақ мен осында жақсы бір Мұхтар Әуезов театрынан Қоңқай шал деген спектакль көргім. Сол жерде жақсы бір нәрсе айтады. Әркімнің ішінде бір қоңқайы бар дейді. Әркімнің ішінде бір өзінің жаман шал бар да, Қоңқай шал деген жаман ойлап тұратын, іші тар адамдарға бір кейде тіпті бір қиянат жасап жүруге дейін баратын адам болуы мүмкін. Бірақ біз қай адамды көп тәрбиелейміз. Ақ қасқыр мен қара қасқыр деген сияқты мысалдар бар ғой. Біз қайсыған көп тамақ берсек, сол қасқыр біздің ішімізде бізде көп өсет, сол көп бейнесі көрінеді. Сол сияқты бір шүкір етіп отыру. Кейде бір адам сыртқы факторлардың күшіне, сыртқы бір бір күйбең тіршілік, одан кейін көбінесе шүкіршілік мен өзім тұсымда азаятын сәт ол ақшамның азайған кезі екен. Ақшам азайған кезде мен өмір айтам, алдында да айттым, сіздер көрдіңіздер ме? Менде өмірімде 2 тайыр бар деп. Бай тайыр және кедей тайыр. Сол кедей тайыр менің өмірімде белең алып бастаған кезде, соның өмірімде күшейе бастаған кезде менің шүкіршілігім азая бастайды екен. Менің фокусым минусқа бұрылады, негативқа бұрылады. Мен бір қатты бір агрессивный бола бастаймын, осы кезде шүкіршілігім азайып кетеді. Не істеу керек? Енді бұның көптеген жолдар бар. Соның 1-2 жолдармен сіздермен бөлісе кетейін. Бұның ең бір керемет жолдарының бірі үнемі өзіңе фиксация беріп, сол шүкіріңді жазып отыру дәптерге. Енді мүмкіндік болып жатса, осы нәрсені бір әдетке айналдыра алсаңыздар, күнде кешкісін бір 5 минут уақыт бөліп жазыңызшы. Ал енді бұның бір идеалды варианты қандай? Бұл таңда жасау. Ұйқыдан тұрдың, бір 3 минут, 5 минут уақыт бөліп жазу. Аллаға шүкір, оянғаныңа. Ұйқыдан тұрғанның өзі қандай ғанибет қой негізі. Қаншама адам ұйқыдан тұра алмай қалып жатыр. Аллаға шүкір, денеміздің барына, көзіміздің, қолымыздың, бәрі аман сау. Айтпесе қанша адамдар сал болып жатыр, қанша адам аварияға түсіп қалып жатыр деген сияқты. Енді әрине жамандық шақырмаймыз ғой, дей тұрғанмен соның арасында біз саумыз ғой. Осы денеміздің сау болғаны өзі байлық та, денсаулық, алғашқы байлық денсаулық дейді ғой. Екінші нәрсе жан-жағымыздағы адамдарға. Ата-анамыз бар болса, бауырларымыз, жарымыз, күйеуіміз, бала-шағамыз, енді білмеймін, әркімде қандай нәрселер бар, соған бір шүкір ету, тәубеге келу, Аллаға, осыны бізге бергені, өйткені бір адамдарға сол нәрсе болмауы мүмкін.
бір адамда да байлық болуы мүмкін, бірақ жаңағы отбасы болмауы мүмкін, бала шағасы болмауы мүмкін деген сияқты. Одан кейінгі нәрсе қазіргі таңдағы бар қолыңыздағы еңбегіңіз, жұмысыңыз, мүмкін командаңыз бар шығар, мүмкін сіз бір жерде жұмыс істейтін шығарсыз, мүмкін сізде бір жақсы бастық бар шығар. Алла тағала әділ ғой, өйткені бізге әрқайсымызға өзіміздің ниетімізге қарай түрлі адамдар жіберіп тұрады. Осы жерде тағы бір керемет нәрсе бар, мен осыдан тағы да көзім жетті. Бізге мүмкіндіктердің бәрі адамдар арқылы келеді. Алла тағала бергенмен, бірақ адамдар арқылы береді. Соған шүкір ету. Дос жарандарымызға, қасымызда бар достарымыз адал болсын, адал болмасын, қандай болғанда да барына. Одан кейінгі шүкір ететін тағы бір нәрсе, ол бар білімімізге басымыздағы. Егер біз соған амал ете алсақ, өйткені кімде-кім Алла тағала адастырған болса, оған ешкім түзу жол көрсете алмайды. Ал кімде-кім түзу жол көрсеткен болса, Алла тағала оны ешкім адастыра алмайды дейді. Ал түзу жолдың көрсетуінің бірден бір негізгі қайнар көзі ол шүкіршілік деп ойлаймын. Ал біз шүкір еткен сайын тәубемізге келеміз де артықшылығымызды ойлай бастаймыз. Тайыр нағып қуып жатсың, сабыр етсей, бар ғой сенде, уайымдама. Немесе кейде бір мен осы үнемі айтатын, мені сәтсіз жобаларының сәтсіз болуына итермелейтін негізгі бір фактордың бірі ол асығыстық. Осы асығыстыққа төтеп беретін нәрсе ол шүкір ету. Өйткені біз асыққан кезде қателіктер жібере бастаймыз, бағана агрессивный бола бастаймыз, ойымыздан жәнегі негізгі жасау керек нәрселерді жасамай, болмайтын жерде бір қателіктер жіберіп, болмайтын жерде адамдармен қарым-қатынасымыз бұзып, болмайтын жерде адамдарға бір сөйлеп, сондай бір нәрселер басталады осы асығыстық кезде. Ал осыны істемеуге шүкіршілік бізге күшті нәрсе береді. Шүкіршіліктің тағы бір күшті формасы қандай? Ол даналық алып келу. Сен шүкір еткен сайын ойланасың. Тафаккур. Тафаккур бізде білесіздер, ислам дінінде де өте бір қатты құпталатын нәрсе. Бұл ғибадат та, ойлана аласың, шүкір етесің, өз-өзіңе бір саралап анализ бересің. Оған да шүкіршілік керек. Бұл негізі шүкіршіліктің формасы көп қой. Біз негізі шүкір еткен сайын да өзіміздің қаншалықты жеткен жетістігімізге анализ жасауға керемет мүмкіндік. Біз шүкір еткен сайын тәубаға келуімізге, қарым-қатынасымыздың жөнделуіне, отбасымызда сен шүкір еткен кезде өзің түсініп қаласың. Қашан соңғы рет ата-анаңды бір құттықтадың, немесе оларға бір жақсылық жасадың, немесе бауырыңмен қарым-қатынасыңда сен егер бауырыңды шүкіршілігіңе жаза алмайтын болса, значит сенде қарым-қатынасыңда қандай да бір дұрыс емес нәрсе бар. Значит сен білмеймін енді соңғы рет қашан звондадың, сол кезде шүкір еткен кезде ойланып қаласың сен, мен бауырларыма звондамаппын ғой. Тағы бір керемет нәрсе, шүкір еткен сайын сен мынау туыстық қарым-қатынасты сақтау. Ол да сол шүкіршілік арқылы келеді. Сен шүкір етсең, сол туыстық қарым-қатынасың күшейеді. Шүкіршілік негізгі көптеген жақсылықтың қайнар көзі ол шүкіршілік деп айтар едім. Бізге осы нәрсе жетіспей қалып жатады. Сондықтан үнемі жазып отыру керек. Енді оның тағы да формалары бар. Қазір көптеген ойлау. Хотя егер жазу мүмкіндігі болмайтын болса, қатты бір қуанып тұрған сәтте осы нәрсені ойлаңыздар, менде өзімде болады. Қатты қуанған кезде Аллаға шүкір ету. Сансыз шүкір, Алла рахмет, сен осыны беріп жатқаныңа, ақшаны бергеніңе, атақты бергеніңе, білмеймін қандай нәрселер бар. Ауызбен айту. Жазбасаңыз да ауызбен айтып көріңіздер. Тағы бір формасы бар. Бұл анау бір тыңдап көру. Қазір енді қазір тренд қой негізі. Көптеген адамдар береді. Мынау ислами психологтарда түрлі осы шүкіршіліктің формаларын беріп жүр. Көріңіздер, бұдан точно зиян болмайды сіздерге. Бұдан пайда болмаса зиян болмайды. Анық. Мен енді айтып жатырмын ғой, өзімнің көп анализ жасаймын, өзім көп ойланамын, қай жерде қателік кетті. Осы қателік кеткен, немесе бір ағаттық кеткен, немесе қате басқан жерлердің көбінде менде бағанағы осы шүкіршілігім жоғалып кеткен кез, асыққан кез, осы кездер менде ақшалай болсын, материалдық болсын, адами тұрғыдан қарым-қатынаста болсын, қателіктерді жіберетінмін. Ал енді осыған бір тосқауыл қою үшін не істеу керек? Біз үнемі шүкір етіп отыруымыз керек. Аллаға, қасымыздағы адамдарға, өзімізге, жасап жатқан жұмысымызға, командамызға, санамызға, миымызға, әрбір денеміздің бөлшектеріне. Ол шүкір етсеңдер, Алла тағала не дейді бізге? Мен сендерге көбейтемін дейді. Шүкір етіңдер, тек шүкір ет, болды көбейтемін дейді. Бірақ осы жерде тағы бір айтып кетейінші бір нәрсені, шүкір ету деген ол үйде жатып алу емес. Аяқты аспанға лақтырып қойып, мен шүкір етіп жатыр, маған бәрі келеді деген нәрсе болмайды. Бұл мен ойлаймын, бұл сараңдықтың формасы.
санасыздықтың формасы деп ойлаймын. Сондықтан шүкір ету, амал етесің, бірақ амалыңа шүкір етесің, тәубе етесің. Өте маңызды. Әрине бұл менің жеке ойым, достар. Сіздер менің ойыммен келісулеріңізге болады, келіспеулеріңізге болады. Біздің YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар. Түрлі тақырыптарға мен өз ойыммен бөлсем, менің ойым деген рубрикамда лайк басып кетіңіздер, дизлайк басыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Маған өте маңызды. Әрбір сөздеріңіз, хотя бы қолдауларыңыз маңызды, немесе айтқан ойларыңыз, әрқайсысын оқитын болам, өзім лайк басып кетем, сіздерді де кері байланыс беретін болам. Біздің YouTube арнада жолыққанша.